Мінеки мен облыстық сотта тұрмын. Сот облыстық сот төрағасы бізде Қараманов Бақытжан Садуақасұлы. Мен бүгін осы сотқа хабарластым сағат 11:30-дарда. Мінеки 4 сағат WhatsApp-қа жазып жібердім. Бір 5-6 қоңырау шалған шығармын. Сосын WhatsApp-қа жазып жібердім. Түске дейін солай болды. 11:30-да сағат 9:30-нан бастап хабарластым ба білмеймін. Түстен кейін бірнеше рет хабарластым. Шатаспасам телефондары 70 45-45 және 70 45-34. Бірде-бір телефон несін қоңырауын шалмайды. Яғни міне сот Қараманов басқарған адамдарды адам құрлы көрмейді. Олардың телефонында тұтқасын алмайды. Енді Қарамановқа мен осы білмеймін бір 5-6 рет келіп тұрған шығармын. Ылғи да талап етем Қарамановты, ол ешқашан шықпайды. Яғни пысқырмайды адамдарды, жай адамдарды, телефонды көтермейді. Мен ойлап тұрмын неке мынандай жағдай. Соңғы рет мен қоңырау шалғанда 70 45-30 шатаспасам, маған бір шама уақыт, білмеймін 10 шақты минут маған дискриминация көрсетілген. Маған менде видео жазбам бар, мен бір телефонмен сөйлеп тұрмын, басқа телефонды түсіріп алдым. Маған қысымшылық жасады. Мен орысша сөйлесін деп. Бір шама маған сондай қысымшылық көрсететін, дискриминация көрсететін сөздерді айтып тастады, тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Мен ойлап тұрмын, енді Қарамановтың ұстанымы сондай. Не облыстық сотқа бізге хабарласу керек, тек қана Ресей Федерациясының тілінде, не олар телефонды алмайды, жауап бермейді. Өйткені менің телефоным шығып тұр ғой. Сосын Мұхамеджан ба бір мұнда басшылардың біреуіне хабарласқам, ол маған айтқан бірдеңе болса хабарласып тұрыңыз. Соған хабарласқам, айтқам, дискриминация жасаушы қатын менен кешірім сұраған жоқ. Басшыларына айттым деді, басшылар маған ешқандай түсініктеме берген жоқ. Мен Бейсенбай-тегі Руза Кереку қаласынан. Енді мінеки Жақып Асанов мырза, мінеки мынандай жағдай бізде болып жатыр. Назар аударыңызшы, осы Қарамановты мен енді барлық видеоларын қоям, алдында да түсіріп алған видеоларын қоюға мәжбүрмін. Мен бірде-бір видеоларын қойған жоқпын, енді видеоларын қоям. Ана біреу осының алдында түсіріп алғанды қоюға мәжбүрмін барлығын. Өйткені мында қазақ тілді адамдарға телефон ешқашанда көтермейді. Көтерген адам дискриминациялап тек қана орыс тілінде сөйлеуімді талап етеді. Қазақ тілінде қызмет көрсетпейді. Облыс сот бізде Кереку қаласының Қараманов төрағасы. Енді мен ойлап тұрмын, сол кісінің бұйрығы болу керек. Өйткені неге маған бір рет те шықпады. Осындай жағдай бізде Кереку қаласында.